Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Әңгімемізді басамас бұрын арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Бүгінгі менің сіздерге ұсынайын деп отырған әңгімем жалғыз қыз деп аталады. Айсұлу бір үйдің жан дегендей жалғыз қызы. Жалғыз қыз болған соң мойнына артылған жүк те көп. Неге екенін қайдам, жалғыз қыз деп үпіктеп отырған ата-анасының үкілі үміті еңсесін басатыда тұрады. Айсұлу мектепті келесі жылы бітіреді. Өзгелер сияқты асыры салып, ойына не келсе соны жасағысы келеді. Ата-анасы Айсұлуға жақын сияқты болғанымен алыс. Өздері кеш үйленген соң Айсұлу үшін әке-шешеден гөрі ата-әжеге көбірек ұқсайды. Айсұлудың жаны еркіндікті қалайды. Тордағы тоты құс сияқты бұлқынса да іштен тынады. Әкешім бүгін отырысқа барып келейінші деп сұрануға қақысы жоқ. Өйткені бұл сөз оған лайықты емес. Ата-анасы келімді, кетімді көп адамға Айсұлудың қандай тәртіпті, тәрбиелі екен айтудан жалықпайды. Біздің Айкөштің оқудан қолы тимейді. Біздің Айкөштің қылтың-сылтыңы жоқ. Бір ізбен кіріп, бір ізбен шығады. Біздің Айкөш бетімізге қарап, бір ауыз қатты сөйлеген емес. Біздің Айкөштің кітап оқыған болып жатып, күн ұзақ сол бір жанды ойлайтын олар білмейді. Тезірек мектепті бітіріп, көз көріп, құлақ естімеген алыс мекенге кеткісі келеді. Ғауһар тастары жалт-жұлт еткен шілтерлі ақ көйлек киіп, ертегі әлеміне топ ете түскенді армандайды. Үлде мен бүлдеге оранып, салтанатты сарай салып, сол сарайда сүйікті жанымен мәңгі бірге болсам дейді. Ол сарайда ата-анасына орын бар ма, жоқ па, ол жағы қиялында таласқа түсіп жатыр. Өйткені Айсұлудың ата-анасына өкпесі қара қазандай, ес кіріп, етек жапқалы, мұнымен бір рет болсын санасқан емес. Тек өз қалауларын орындатып, сабаққа барғызады, сабақтан келгізеді. Бұл жаны бар қуыршақ тәрізді. Мен неге Гүлнұр сияқты кешкі отырыста бәрін өзіме қаратып билемеймін? Мен неге сүйікті жаныммен қолыстасып жүре алмаймын? Айсұлудың жанын жегідей жейтін осы тектес сұрақтар. Бір күні таң сібірлеп атқанда Айсұлу төсегінен атып тұрды да бәріне қолын бір ақ сілтеді. Түні бойы өмірінде 3 рет кездесіп, көбінде интернет арқылы білетін сүйгенімен хат жазысқан. Бөлмесінің есігін ашып қараған анасы бұның ноутбукқа телміріп отырғанын көріп, менің Айкөшім, менің айнам, менің құлыншағым, оқымыстым, болашағым деп айналып толғанып, есікті жайымен жауып шығып кеткен. Айсұлу өзінен 7 жас үлкен көрші ауылдың сымбатты серісі Жандосқа сенімен бірге кетемін деп ант берген. Жандос әрі қарай қазбаламады. Қыз дайын болса біз дайын деп Айсұлуды алып қашуға белін бекем буып отырғанын білдірді. Таңда әкесі малды қорадан шығарып, бақташыға апарып қосады. Бұл кезде анасы шелегін арқалап сиыр сауға қораға кетеді. Түні бойы тас болып бекітілген қара құлып айқара ашылып, Айсұлу осы заматта өзін үй сыртында асыға күтіп тұрған сүйгенінің құшағына құламақ. Одан кейінгі тағдыры Жандостың қолында. Осы оймен Айсұлу мысықша басып үйден шықты. Жүрегі дүрсілдеп алқымнан алып барады. Ақ білегіне оралған қолаң шашы кері қайтып дымын шығармауға тырысып, есіктен ентелей шықты. Маңдайынан шып-шып етіп шыққан ащы тер бүкіл денесіне тарап, алға басқан аяғын кері тартып жатқандай үй сыртына әрең жетті.
1000 жылдық тарихы бар кәрі ағаштың қалқасында тұрған сары машинаны көрген бойда тұла бойы жеңілдеп сала берді. Қара көзі мөлтілдеп, тізесіне түскен көк көйлектің етегін желпілдетіп, бұрала басып, сыны кеткен сары машинаға ене берді. Міне, Айсұлу өзі жыға тани қоймайтын жігіттің етегінен ұстап, ең далаға безіп барады. Көлік терезесінен артта қалып бара жатқан үйіне бұрылып қарады. Шаң арасынан бұлдырлап тұрған еңселі көрінетін ақ үй мұжырайып, шөгіп қалғандай. Неге екені қайдам? Бұл үйдің бүгінгі кейпін шашына ақ түсіп, аяғын сылтай баса бастаған әкесіне ұқсатты. Ал үй жанындағы жалғыз үй әкесінің бір ауыз сөзін екі етпейтін, елпек қаққан ақ жүрек анасы тәрізді. Сол-солақ екен. Айсұлудың бота көзінен бір тамшы жас мөлт етіп, ер түгілі күн тимеген қос төсіне ыршып түсті. Көңілі босап, үйін қимай отырғанын көрсе де, Жандос үндемеді. Бұл үнсіздік Айсұлудың жанын жегідей жеп барады. Одан да айқай салғанын жақсы еді. Интернеттен айтатын жанды ерткен тәтті сөздері жоқ. 3 рет кездескенде қалай байқамаған. Бойы тапалтақ екен ғой. Сымбатты көрінген түрі де қошқылданып кеткен. Туғалы үйінен ұзап шығып көрмеген Айсұлу осы сәтте көлікті тоқтатуды өтінді. Жандос қыздың айтқанын екі етпеді. Жол жиегіне сықырлай тоқтаған ескі көліктен атып шықты Айсұлу. Жылай шықты. Ең далада екеуі ғана. Жандос жанына келді. Тағдырдың талқысына түскен шарасыз, аянышты аруға ұзақ қарады. Жаңбыр астында қорғансыз қалған балапан тәрізді. Осы кезде барып, сау қуған Жандос не қадамға барғанын түсінгендей болды. Бұл менің мәңгілік жарым ба? Деп өз-өзінен сұрады. Бұл сұрақты Айсұлу да өзіне іштей қойып тұрған болатын. Жандос Айсұлудың жанына жақындады. Арудың ақ білегінен ұстады. Дір-дір етіп тұр. Беліне түскен бұрымын сипады. Қапсырай құшақтап, бауырына басып ұзақ тұрды. Қыз жігітке сүйеніп жылай берді. Жылама, деді Жандос. Жылағаныңды қаламаймын. Айсұлу енді дауысын шығарып жылады. Оның ұғымында үйден бір кеткен қыздың қайтып келуге құқы жоқ болатын. Әкесі үнемі осылай айтып құлағына құятында отыратын. Балалығы бойынан кетпеген Айсұлу не істеп, не қойғанын ақыл тарасысына тартатындай жағдайда емес еді. Жігіттің құшағы өртеп барады. Ыстық ерін ақтамаққа тигенде Айсұлу жылауын тоқтатты. Тапалтақ көрінген Жандостың құшағы темірдей берік, сытылып шығуы мүмкін еместей. Бұл құшақтан Айсұлу бірнеше жылға есейіп шықты. Сары машина күңірене қозғалды. Бұлар тоқтаған үйдің маңы тым-тырыс. Айсұлу көршілерге тоқтаған шығармыз деп ойлады. Жандос отыра тұр деп үйге кіріп кеткен. Іштен жұпыны киінген, орта бойлы әйел шықты. Аңқалақтаған әйелдің жүзінде әбішу бар. Түсе ғой, түс жарығым, деді әйел машина есігін ашып. Айсұлу әйелдің етегіне тығылып, өзіне имене қарап тұрған кішкентай сары баланы қоса көрді. Бұдан кейін оқиғалар өң мен түстің арасында өткендей. Бірі есінде, бәйгесінде жоқ. Ішке кіріп келгеннен ақ көзге ұрған кедейлік Айсұлудың еңсесін көтеріп еді. Төмен қараған күйі бір нүктеге қадалып отырда қойды. Әлдекімдер жылмалап басына орамал салып жатқанын да сезген жоқ. Күбір-күбір әңгімеден түсінгені бұл Жандостың екінші әйелі болып түсіпті. Әйелі тірідей төсекте таңылып, босағада бөлмеде жатыр. Бағанағы сары бала Жандостың баласы екен. Аңыранып есіктен анасы кіргенде барып біреу бойына мұздай су құйғандай бойыны жиып алды. Қарғамау, бұл не істегенің? Бұл қайткенің? Мені тірідей сойдың ғой, қарғамау. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті.
Басындағы орамалын жұлып лақтырып анасына қарай еңірей жүгірді. Апа, апа, кешірші, апа, алып кетші мені, апа. Ана мен қызы қосыла жылады. Жиылған көрші қолаң бұл көрініске әрі қызықтай, әрі аяй қарады. Анасы өзімен бірге ерте кетер деп ойлаған, қателесіпті. Бұл жолы да ертеңіне тойдың ырымын жасалды. Өз қиялындағыдай қауқар тасты ақ көйлек кимеді. Бақыттан бас айналып күлмеді. Жандос енді бұған кәрі әрі суық көріне бастады. Жандостың анасы ғана аналық мейіріммен елжірей қарап, жүрегін жібітіп барады. Өз анасы үстел басынан тұрмады. Қарбалас біткен соң бақса, бұл үйде Жандос, бірінші әйелі, баласы, Жандостың анасы, өзімен бас қосқанда 5 адам бар екен. Үйдің ішінде жылу жоқ. Төсектен тұра алмай жатқан әйелге қараған сайын жүрегі қатты соғып кетеді. Мен осындай опасыздыққа барғаным ба, деп ойланбай, істеген ісі үшін бармақ тістеді. Кеудесі өкініштен өртенеді. Елдің бетіне тіке қарай алмай қалған анасы мен әкесі көз алдына келген сайын өз-өзін ойша жерлейді. Қиялындағы салтанатты сарай, берекеге толы өз үйі екенін енді ғана түсінді. Жандостың тойда ішімдікке сылқия тойып алып, орта бермей сүйкімсіз билегені есіне түскен сайын жиркенеді. Қас қылғандай, көрші үйде өзімен жасты оқушы қыз бар екен. Соның қамсыз, алаңсыз күйін анасына еркелеп, мойнына асылғанын көрген сайын жұдырықтай жүрегі кеудесін жарып шығып кете жаздайды. Бұл жүрек тоқтап қалмай неғып тұр, деп адам баласының шыдамдылығына балаң көңілмен таңырқайды. Біртіндеп қол көтере бастаған Жандостың жұдырығы тәніне батса да жанына батпайды. Бірнеше күн салынып ішіп, бірнеше күн үйге қонбай жоқ болып кететін әдеті бұрыннан бар екен. Жоқ болып кеткен күндері көрші ауылдың қыздарына бет-перде киіп барып, сері болып көрінеді екен де, үйге келіп бар ашуын қорғансыз, нәзік жандылардан алады екен. Жандос үйге біреу-міреу келгенде өзгеріп сала береді. Үй ішіне қамқор, сөйлесе сөз бермейтін шешенге айналады шіркінің. Төсектегі бірінші әйелінің жанына елбен қағып жетіп барады. Тамағын берген сейт. Сырына әптен тойған әйел үнсіз жата береді. Біреуге күні қарап қалған әйелдің ата-анасы 19 жасында жол апатынан қайтыс болып кеткен. Осы үйге келін болып түскеніне 4-ші жыл болғанда, қапыда ауыл сыртындағы терең құдыққа құлап, қос аяғынан айырылады. Бар сүйеніші баласы. Баласының басынан сипап жатып, күнін батырады. Тағдырдың бір айналдырса шыр айналдыратын, тосын мінезін, тасыған толқынға лақтырылғанын Айсұлу бұрын қалай білмеген. Неге анасымен сырласпады? Жалғыз қыз болғандықтан сыр бөлісетін әпкесі де сіңілісі де жоқ. Бар лағнетін жалғыздығына айтып, өзін сәл де болса ақтақсы келді. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, сіздер жалғыз қыз атты әңгімені тыңдадыңыздар. Әңгіменің әрі қарай қалай өрбейтінін, қыздың қиын тағдыры туралы білгіңіз келсе, арнадан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып басып қойсаңыз, ертеңгі шығатын әңгіменің жалғасын тыңдай аласыз дегім келеді. Әзірге қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің сүйікті оқырмандарым. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға жалғыз қыз атты әңгіменің жалғасын ұсынатын болам. 3 күн бойы үйде болмаған сары машина қыр басынан бұлдырай көрінді. Сары машинаны көргенде Айсұлудың жүрегі бөліп кетіп, өз-өзінен дірілдей бастады. Келмесе екен деп тілейді, көргісі келмейді. Бірақ
шарасыз. Жандостың көңіл күйі сары машинаның жүрсінен білінеді. Сары машина шанын будақтатып, төрт дөңгелегі төрт жаққа шашылып кетердей атой сала тоқтаса, иесі көліктен түтігіп түседі. Бұл жолы ескі көлік үй жанына жетіп жығылғандай ілбей тоқтады. Жандос та сүмірейіп машинасынан шықты. Есік алдындағы аласа ағаш орындықта бір уыс боп бүрісіп отырған Айсұлудың жанына келді Жандос. Әйелінің әр қашқан бетіне қарап: «Айсұлу, жаман адам екенімді білемін. Маған қарашы, қандай бақытсыз», деді кенет. Айсұлу бос құтыға теңеп, жек көріп жүрген адамынан мұндай сөз күтпей аңтарылып отырып қалды. Әкем қайтқалы үйден береке кетті. Жарықтық әкем барда бақытты, дәулетті едік. Өмір бір айналдырса шыр айналдырады екен. Жығылғанға жұдырық болып, туралатып тастайды екен. Тағдыр деген осы. Жандос, өз әйелің тірі тұрғанда мені әкеліп, оны тірідей қорлағаның қалай? Оның көз жасы, қарғысы сені бақытты қылар деймісің? Айсұлудың үні мұрын астынан міңгірлей шықты. Тыңдашы, ол кезінде ойнас жасап, қазір соң азабын тартып жатқан адам. Оның маған деген сезімі болғанда емес, дәулетіме қызығып шыққан. Байлықтың бәрі бір күнде көкке ұшып кетті. Қолдың кіремес пе? Осы ауылда бір дөкей бар, Жұмабай деген. Сол дөкеймен қызық көріп, тірідей намысымды жерге таптады. Кезінде сондай сұлу, адуынды, өткір әйел болатын. Мен байғұс амалым қалмай ішкілікке салындым. Бір күні ішіп келіп, әйелімді өлім жетіп сабадым. Ол қашып құтылып, ауыл сыртына шығып кеткен байқамай қапыда құдық қағылады. Сенімен кездескенде арты бұған ұласады, сені тек келісім береді деп ойламадым. Көңіл көтеру үшін барып жүрген көп қыздың бірі болатынсың. Бір жағынан мына сиқы қашқан үйдің өңін кіргізетін бір адам керек болды. Ол адам сен болып шық. Ал қазіргі сезімім, білесің бе? Қазір қарындасымдайсың. Бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты аяқ астынан. Менің де саған деген сезімім махаббат емес екен. Шатасыппын. Дәл қазір өмірімнің күл талқаны шыққандай, мен үшін өмірдің мәні қалмады. Қалаға кетіп оқуға түскім келеді. Бір жерге өзімді түсінуім үшін, жүрегіме тереңірек үңілуім үшін саған келген сияқтымын. Бұл жер мен үшін жан дүниенің қақпасын ашып берген есік болды. Рұқсат берсең, мен ауылыма қайтып, ата-анамның алдынан өтіп, қалаға кетсем деймін. Арамызда болған нәрсе бір қателік деп есептейік. Айсұлу Жандосқа жасқана қарады. Бірақ бүгін оның сиқы өзгеше, салиқалы, сабырлы адамға айналып шыға келді. Жандос күрсінді. Жоқ, оған рұқсат бере алмаймын, деді сосын. Біраз уақыт өтсін. Әр-ақ бір-бірімізді сүйіп кетеміз. Шайдайын ба? Айсұлудың соңғы үміті сөнгендей. Аңдамай басқан қадамы үшін өмір бойы бармақ тістеп, өкініп, өткісі жоқ. Бұл енді күн сайын үйден қашу жоспарын құрмақшы болды. Ауылдың таксилерін жалдайын десе, бір тиын ақшасы жоқ. Жаяу қашайын десе, сар машина артынан жаналғыштай жетіп келетінін білет. Ауылдың бақытын да білмейді бұл бейшара. Суға батып бара жатып, тал қарпыған жандай, бұл енді тағдырына мойын сұнбауды ұйғарды. Жандостың анасынан сыр тартып көрді. Мұның ауылы мен осы ауылдың арасын екі ауыл бөліп жатыр екен. 4 сағаттық жер. Арман болған 4 сағаттық жер. Қайтсе жетеді. Қанағат қылмайтын. Қайран көңіл алабұртып, сол жаққа жетсе ғана тыныштық табатындай. Өрімдей жас өмірі қор болдау. Жандос бірнеше күнге жоғалатын кезде қапысын тауып қашу керек.
Бұл ну орманда адасып, өз сүрлеуіне емес, басқа патшалықтың үңгіріне түсіп кеткендей, өзін бұл үйде тым суық, бөтен адам сезінеді. Аңшының оғынан жасқанған еліктің лақ секілді. Тырс еткен дыбыс шықса, жүрегі кеудесінен ытқып, шығып кете жасайды. Мұны біреу бұрымынан сүйреп, ит байласа тұрмайтын құмның арасына жалғыз өзін лақтырып тастағандай. Үйдегі жандарға қараса да көрмейді. Тозы шыққан қабырғадағы кілемге қарап жатып, қиял бұлтының арасына жасырынған аяулы арманын елестетеді. Бұйра құмға басымен батып бара жатқандай үні де шықпайды. Күні бойы ешкімге тіл қатпай, өз-өзімен алысады да жүреді. Жалғыздық деген тәннің жалғыздығы емес, жанның жалғыздығы екен ғой, деп күрсінеді сосын. Мейлі ата-анаңның бір түйір қызы бол, мейлі әпкең, мейлі сіңнің болсын, жаның жүдесе жалғызсың. Ойлап жатса, өз үйінде хан қызындай қамсыз өмір сүріпті. Бұныкі тек барға қанағат қылмау болған екен. Мектепте қанша қыз мұнымен құрбы болғысы келсе де, бәріне ешкімді жақтырмайтын тәкаппар көңілмен қараған екен-ау. Шашылған байлықтың орнында отырмаса да, ата-анасының сүйіктісі болғанның өзі неге тұрады? Неге татиды? Байлық деген сүю, сүйікті болу екен ғой. Міне байлық деген осы екен ғой. Бұл жақта таң да басқа шатады екен. Бір түрлі мейірімсіз, терезеден төгілген сәуленің ұшқыны бұған жетпей тоқтап қалатындай. Қараңғы қапаста жалғыз өзі мәңгілікке қалғандай. Жүрек байғыз қанша жан ұшырады. Тілі болса неғып отырсың? Қаш, арманыңа қарай қаш, артыңа қарама дерет. Түн ортасында жеңіл киіммен ентігіп далаға атып шықты. Қалай келгені есінде жоқ. Сары машинаның жанына жетіп келіпті. Шегіртке ғана шырылдайды. Өзге тырс еткен дыбыс жоқ. Бір секундта ойлануға мұршасы болмай, сары машинаның рөліне отырып, өзі шамалаған жолға түсіп, басы ауған жаққа безу мұның мақсаты. Айсұлу қашып келеді. Тағдырынан, өткенінен қашып келеді. Сары машина шоқалақ жолға қарамастан жүйткей зымырайды. Ұшақта келе жатқан тәрізді. Біреу оны алақанына салып аялап, ұшырып әкеткен секілді. Біресе қанатқа, біресе құсқа айналып кеткендей, кеудесінің орасан қуаныш кернеді. Түп-түзу тісін тізіп күле берді. Рөл өздігінен жол тауып, әп сәтте ауылына жетіп келді. Сол-ақ екен, қайдан шыққаны беймәлім анасын көрді. Қабағы қатулы әлденеге кіжініп тұр. Анашым, анашым. Айсудың қуанышы су сепкендей басылды. Анасы теріс айналып тірлігін істеп жатыр. Анасы ақ самауырынға қол соза бергенде дүние әлем төңкеріліп кетті. Айсұлу есін жиса, сары машина жолдың жиегіне төңкеріліп түсіпті. Бұл көліктің астына кептеліп қалыпты. Аяқ қолым сау ма? 12 мүшем түгел ме? Деп жан таласып, дене мүшесін ойша түгендей бастады. Сау сияқты. Қанда жоқ. Анасы бәрін байқап тұрса да бұрылмады. Ақ самауырында алып үйге кіріп кетті. Үй іргесінде жол апатына ұшырап, шарасыз жатқан Айсұлу тағы да жалғыз қалды. Анашым, анашым, көмектесші. Үні шықпайды. Үні неге шықпайды? Даусынан айырылғаны ма? Бойындағы бар күшін жиып, тағы да дыбыс шығармақ болды. Анашым. Бұл жолғы даусынан тау, тас, орман, көл жаңғырт. Егіліп жатыр бұл, еңкілдеп жатыр. Көз жасы тыйылмайды. Айсұлу көзін ашты. Көз жасы жұмсақ жастықты сулап тастапты. Бәрі түсі екен. О, тоба, түсі екен. Айсұлу төсекте ұзақ жатты. Өңінде болғандай, расымен бәрі менен теріс айналғаны ма? Бақытты болуға құқым жоқ па? Деген ойлар миын тесіп, жан жейді. Жан ұшырып,
бір қателігінің зардабын өмір бақи тартқысы келмейді. Өзін бұл өмірге лайықсыз санайды. Кенет апыл-ғұпыл киініп, атып тұрып далаға шықты. Сары машинада ұйықтап тұрған сияқты. Басын төмен салып, мүлгіп тұрған сияқты. Бала кезінде әкесі көлік айдауды үйреткені бар. Айсұлу күйеуінің шалбарының қалтасынан байқатпай алған көлік кілтін қыса ұстады. Қолы дір-дір етіп, өзіне бағынар емес. Қолы дейді-ау, бүкіл денесі дір-дір етіп, қалт қимылдан жарылып кетердей. Айсұлу сары машинаның жанына келді. Қолын көлік есігінің тұтқасына апарды. Көрген түсі есіне түсті. Бұлай қорланғанша тәуекелге барғаным дұрыс деген ой сыпсың етіп маза берер емес. Айсұлудың қолы машина есігінде әлі тұр. Әрі қарай қозғаса, бүкіл өмірі түбегейлі өзгеретіндей. Айсұлу ұзақ ойланды. Бұл уақыт бір ғасырға татыды. Шешім қабылдау мұнша қиын болар ма? Айсұлудың қолы сылқ етіп төмен түсті. Көрші үйде өзімен жасты қыздың болғаны Айсұлудың соры емес бағы екен. Айсұлу терең ойдың шырмауынан бір шешіммен шықты. Оқы. Бұл бақытты өмірдің жібін оқуға жалғады. Білім ғана мұны құтқармақ. Беліне дейін батқан балшықтан білім ғана суырып алып шықпақ. Жандос үйде жоқта көршінің қызына оқуға барып, сол баяғы шынайы бала оқушы кейпіне түседі. Өзінің келін екенін ұмытып, көрші қызбен математика есептерін талқылайды. Тарихтың оқиғалары үшін пікірталасқа түседі. Сары машина ауылға қарай зымырағанда, бұл үйіне қарай зымырап, жұмбақ, үнсіз үй шаруасына мығым келін бейнесіне көшеді. Осылай жүргенде уақытта зымырап, жаз артынан күз, күз артынан қыс, қыс артынан көктем қуалады. Айсұлудың 9-шы сыныптың аттестатымен колледжға тапсырмақ болып, тест тапсыратын күні де таяп қалды. Айсұлу бар ынтасын оқуға беріп, оқуды жан жүрегімен қалады. Сондықтан да болар, ортада бала да жоқ. Айсұлудың өзі әлі бала сияқты, әлде бір таңғы жайыптың болатынын сезеді. Тағатсыздана күтеді. Көршінің қызы ұбыты тапсырды. Ойындағы ұпайды алып, қуанып келді. Айсұлу да шын көңілден қуанды. Екеуі құшақтасып, қуаныштан секірді. Тағдырынан хабары жоқ. Сырт көз, сыныптас қыздар ойнап жатқан болар деп ойлар еді. Тек Айсұлудың үстіндегі әйелдер халаты барлық көрініске жараспайды. Көзге түрпідей тиеді. Селкеусіз қуанышқа сызат түсіреді. Көптен күткен күн келіп, Айсұлу жоспар бойынша көрші қызбен бірге қалаға аттанды. Жол пұлын көрші қыздан алып, сыры бір қос құрбы мақсаттарына қарай жол тартты. Айсұлу таң бозарып жатқанда жолға шыққан. Түнде кеңесіне бар шындығын айтып, қоштасқан болды. Арада бала болмаған соң ба, күйеуі бұрынғысынан да суық бұған. Барсың ба, жоқсың ба демейтін күйге жеткен. Ұзын құлақтан осы ауылға бастаушы мұғалімі болып келген, жас қызбен сөз жарасып жүргенін естіген. Іші алай-дүлей болып өртеніп кетті. Бұл сезім қызғаныш емес, махаббат та емес, қимастық та емес. Өзі де түсінбей, өкіріп бір жылап алды. Одан кейін бәрі осылай болғанына қуанды. Ал төсекте танылған бірінші әйелі бұл күні өздігінен жүрмекке талпынатын болған. Бәрінен баз кешіп, өлімін күтіп жатқан жерінен Айсұлу бұл үшін тағдырдың жібергенін сыйы іспеттесі еді. Айсұлудың мойымай, әлденеге талпынып жүргенін көріп, бұл да қандай кезде болмасын үмітті жоғалтпау керек. Өткенін түсініп, жоқ болған үмітін қайта шақырған. Алдына ем-дом алып, қалайда аяқтан тұрамын деген мақсат қойған. Бір күні Айсұлудың қатты ішіп келген Жандостан таяқ жеп жатып, Жандос есіктен шығып кеткенде, мені жалғыз деп басым ба? Жалғыз емеспін, арман, үмітім бар.
Олар менімен бірге деп еңкілдеп қорлықпен емес қайсарлықпен жылағанын көргенде мұның да жақсы өмірге деген сенген құштарлығы қайта лаулаған. Айсұлу құрбысының қолынан қыса ұстап, тұңғиыққа батып, өткен өмірін таразыға тартып келеді. Көлік ішінде 8 адам қыстырылып келе жатып, құжаты мен аздаған киім кешегі буылған сөмкесіне қарағыштап қояды. Қалаға барғанда көрші қыздың туыстарының үйіне түсіп, сол үйде уақытша тұрақтамақ болды. Айсұлу оқуға тапсыратын күні таянған сайын қобалжыған үстіне қобалжи түсті. Оқу ғана тағдырын өзгертетінін түсінеді. Міне, көптен күткен күнде жетті. Айсұлу тест тапсыратын институтқа кірді. Қасында құжынаған адам, қол аяғы дір-дір етіп, тапсырмалардың жауаптарын асыға белгілейді. Тынысы да тарылып, ауа жетпей барады. Әйтеуір соңғы жауапты белгілеп, далаға атып шықты. Неге сонша асыққан кім білсін? Тест жауабы келесі күні кешкі уақытта шығатыны белгілі болып, осы уақыт Айсұлу үшін ең ауыр кезеңге айналды. Осынша уақыт дайындалып, жеме-жемге келгенде өзінің бағындыра алмағаны үшін іші удай ашиды. Әйтеуір айдақ-сайдақ етіп, далаға асығыс атып шыққаны елестеген сайын өзін қоярға жер таппай, шыбын жаны шырқырап кетеді. Үкілеген үміті сүнуге таяу. Жанына мұны қалаға жетектеп әкелген көршінің қызы да демеу бола алар емес. Жалғыз өзі көз көріп, құлақ естімеген мекенге кеткісі келді. Мені жайыма қалдыршы деп жаймен айтты да бір бөлмеге қамалып алды. Анасын сағынды. Анасының шексіз, шетсіз мейірімін сағынды. Тас бауыр қала үркек Айсұлуды қабылдағысы келмей, кеудесінен кері итеретіндей. Бұл қайда бармақ? Қайда барса да алдынан қара бұлт шығып, жаңбыр жауып тұратын несі? Күн қашан күледі? Бәріне шапағын шашқан алтын күн бұған келгенде сәулесін аяйтын несі? Нәр татпай бөк түсіп жатқан. Таң атты ма, кеш батты ма, аңғарып болар емес. Бұл жатқан бөлменің есігі жұлынып кетердей тарсылдап барады. Ашшы, Айсұлу, ашшы. Оқуға түскен сияқтысың. Есікті ашшы. Көршінің қызың дауысы өзгеше жаңғырып шықты. Айсұлу өз құлағына өзі сенбей, теңселіп барып есік құлпын сырт еткізді. Көршінің қызы атқылаған сарқырама тәрізденіп, бұған атылып келіп, мұны құшағына көмді. Айсұлу, ең жоғарғы балды жинапсың сен. Өң мен түсін айыра алмаған Айсұлу көршінің қызының құшағында талықсып кетті. Айсұлу оқуға түсті. Колледждің грантына қабылданды. Тесттегі ең үздік көрсеткіші мен сабақ үлгерімі үшін мұны жарты жылдан кейін университеттің грантына бірден 2-ші курсқа ауыстыру шешімі қабылданды. Айсұлу ең үздік университетте оқып жүр. Жатақханада тұрады. Қалаға келіп, оқу орнына қабылданған соң, өз-өзіне күтіммен қарап, бірнеше айда толған айдай толықсып, маңдайы жарқырап шыға келді. Группадағы ең сұлу қыз өзі, группадағы сабағы ең үздік қыз да осы Айсұлу. Жүрегінде бір мұңы бар. Өткен өмірін анасы, әкесін ойлайды. Ауыл жақтан хабар жоқ. Ауылдағы әке шешесін ойласа, өсек өртенеді. Айсұлу 2-ші курсты үздік бітірді. Жаз келіп, бәрі де үйіне тарқағанда, Айсұлу тығырықпен бетпе-бет келді. Үйге барсам ба, жоқ па, деп мың ойланып, 90 толғанып автобусқа отырды. Автобус жүйткіп келіп, мұны ауылына келді. Аңсаған ауылын көргенде Айсұлудың көзінен жас поршалады. Көз жасын сүртіп, міне бұл кәсір өз үйінің алдында тұр. Өзі қашқан үйіне аңсап, зарығып келіп тұр. Таң ет. Ата-анасының шаруа қамдап шығатын уақыттары болды. Тырс еткен дыбыс жоқ. Бұл ауылда өкінішті өмірі қалған көрші ауылда мұны қашқын санайтын.
үйден қашып, әке-шешесін тастап, тұрмысқа шығып, ол жақтан да қашып кеткен деген гу-гу әңгімеге айналып жатқанын ұзын құлақтан еміс-еміс естіп қалған. Күдікті топқа қосылып, жеңіл жүріске салыныпты деген сөздің де шет жағасын естімеді емес, естіді бұл. Бұдан басқа алып қашпа әңгіме артынан көп еді. Есіне алғысы келмейді. Кезінде көп өсекке айналған Айсұлу содан бері әке-шешесінің амандығын көрші қызы арқылы сұрастырып біліп жүрген. Көршінің қызына менің оқуға түскенімді ешкімге айтушы болма, қайда жүргенімді ешкім білмейтін болсын деп қатаң ескерткен болатын. Ондағысы өз-өзіне келіп алу еді. Жүрек байғұс жарылып кетпей, осы күнге дейін шыдапты. Енді дайын, толық дайын. Анадан жалғыз туған Айсұлу тағдыр теперішіне жалғыз өзі қарсы тұрып, жеңімпаз күйде үйіне оралып тұр. Есік сықыр етіп ашылды. Малды көске шығаруға шықса керек әкесі екен. Әкесі Айсұлуды көргенде, елес көргенде бір орында қақшып тұрды да қалды. Жұбайының артынан ілесе шыққан анасы, «О, тоба! Бұл менің жалғызым ба?» деп Айсұлуға қарай еңірей жүгірді. Әке-шешесіне зарыға қосылған қыз екеуін алма-кезек құшақтап үй алдында ұзақ тұрды. Жып-жылы үйге кіре бергенде Айсұлу сол бұрынғы қамсыз, кіршіксіз, жүрегі бар аяулы қызға айналды. Ата-анасы ұзақ әңгімені кейінге қалдырып, Айсұлудың амандығын сұрай берді. «Қарағым, есен екенсің ғой. Мына шешең екеуміздің күні түні тілеген тілегіміз қабыл болыпты» деп әкесі еңкілдей жылады. Бұл көз жасы сарғайған сағыныштың, әкелік махаббаттың, шалқыған қуаныштың көз жасы болатын. Айсұлу терең болса да жеңіл күрсінді. «Мен өзге бір ерекше махаббат мекен аңсадым, апа», әке деді сосын. «Бірақ нағыз махаббат мекені, зәулім сарай, кең патшалық, бұл сендердің қастарың екен. Өмір бойы жалғыздығыма кінә артатын едім. Бірақ үміт өшпесе, арманыңа сенсең, сен жалғыз емес екенсің. Кеште болса осыны түсіндім. Кешіріңдерші мені. Енді ешқашан сендерді тастамаймын. Қателеспеуім үшін қателескен шығармын». Әлі-ақ Айсұлу бәріне көрсетеді. «Әке, әлі-ақ менімен мақтанасың, анашым. Әлі-ақ үміттеріңді ақтайды бұл жалғыз түйір қыздарың». Айсұлу еріне тамған көз жасының кермек дәмінмен қатар бақыттың тәтті дәмін сезді. Өмір бұған қайтып оралғандай. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, сіздер 2 бөлім бойы «Жалғыз қыз» атты әсерлі, аянышты әңгіме тыңдадыңыздар. Егер әңгіме ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді, алған әсерлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Арнаға тіркеліп, лүпіл басуды да ұмытпаңыздар дегім келеді. Сіз болып, біз болып, ана тіліндегі аудио кітаптардың дамуына үлес қосайық. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сізге осындай өмірде болып жатырған әңгімелер желісімен танысқыңыз келсе, арнадан алыстамаңыз. Келесі кездескенше, қымбатты менің жақсыларым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Сіздердің назарларыңызға мен бүгін «Пәтер іздеп жүр едік» атты әңгімені оқып бергім келіп отыр. Алматыны 6 айналып, жетім бұрышты 7 айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүр едік. Құмырсқаның илеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылдау. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтындай емес. Сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің.
Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек еді. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек еді. Апа, пәтер керек еді. Екі қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрсақ бола ма? Болмайды. Келіншегіңнің қасына бір қыз қоста, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау едік. Біз жас отаумыз, деп қуанып кетіппін, даусым шәң кетіп шықты. Онда естіп ал. 50.000 теңгеден 100.000 теңгеге дейін 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырса ше? Онда барыңдар әрі. Сасқарымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болу керек. Естісе де естімеген болып тұр. Аппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қапты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыстыруға тырысып, тағы да бір маклерге қарай жүгірдім. Шаңырақта бір үй бар. Жас отбасын тұрғызады, деді қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10.000 теңге 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па, дедім мен келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой, амал жоқ. Шамамыз соған ғана жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақшасына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінекей 1000 теңгеңіз. Қалыңдығы бір елі, тозығы жеткен, іші шимайға толы дәптеріне үңіле түсті. Мынау телефоны мен аты жөні. Сұлушаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды, деді келіншегім жол жөнекей құлағыма сыбырлап. Бұрынғы жәбір жапаны ұмытқан адамдай өте көңілді, жымың-жымың етеді. Еріксіз жымиып күлген болдым. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйіре түсіп, телефон құлағын бұрадым. Әр жағынан ер адамның барылдаған жуан дауысы шықты. Алло, кім? Алло, әссалаумағалейкум. Сәкен ағам екен? Иә, мен. Сұлушаш тәте жіберді, пәтер іздеп жүредік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жібергенбіз 3 күн бұрын. Сұлушаш тәте 10.000 теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10.000 теңгеге тауық кәпеде жалдай алмайсың, бауырым, деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшейіп тұрдым да қалдым. Әкеңнің ай, делдәл алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді, деді келіншегім даусы дірілдеп. Жұлымы шыққан маршрутканың ішіне сығылып әрең сыйдық та, қонақтаған тауықтай бір-бір аяғымызды көтеріп тұра қалдық. Маршрутка қиыралаңдап, жетім бұрышқа қарай тартып келеді. Ойым әлгі алдамшы әйелді тауып алып, сазайын тарттыру. Ең болмағанда қолымда жүрген туфли өкшесімен маңдайдан тарс еткізу. Ызадан булыққаным сонша, ішімнен тынып әрең келем. Жол бойы келіншегім екеуміз бір ауыз үн қатысқан жоқпыз. Массаждан шыққан адамдай қиралаңдап жеттік ақыры. Делдал әйел су жұқпастың өзі екен, біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Барақолқыдан бірақ шықтық. Көше бойымен әрі дарбасаға жалтақтай қарап, барлап келемін. Бір кезде пәтер жалдаймын деген жазу көзіме шоқтай басылды. Қуанғаннан айқайлап жібере жаздап, бетімді шымшып, өзімді әрең тежедім. Қожайын ұйғыр әйел екен, бізді суық қарсы алды. Айнадай жарқыраған жап-жаңа үйдің, қарсы алдындағы тозығы жеткен үлкен үйдің іші жын сасыған қараңғы дәліз екен. Артынан еріп келеміз. Таусылып болмайтын бұрылмасы көп дәліздің түбіне барып, бір ақ тірелдік. Ең соңғы бөлме, ең соңғы үмітім. Көзім сәл үйренгендей болды. Қоян екеш қоянда, інін дәл бұлай қаза алмасау сірә. Қыртыс есікті шалқалай ашты. 3 аттап төрге жеттім. Құлашымды жайып едім, саусақтарымның ұшы қабырғаға тиді. Сол жақ бұрышқа ұзыннан 2 төсек қойылыпты. Төсек емес, үст-үстіне қиюластырып, кірпіші аралас бірдемелердің үстіне жатқызып қоя салған тақтай екен. Сол тақтай төсектің біреуінің тең жартысы есектің артындағы үйді
бөлген кездегі бетон қабырға мен тақтай қабырғаның арасындағы бос аралыққа кептеліп кіргізіліпті. Егер осы қуыс болмаса, бір ғана төсек сиятындай. 3 метр үйге 4 метр төсек әне солай сыйып тұр. Оған кір-кір мақтасы салбырап, тозығы жеткен матрас төселіпті. Өртенген бе, май тамғаны ма белгісіз. Кейбір жерлері сарғыштанып кеткен. Оң жақ түпкі бұрышқа бойы жерден әрең асатын кішкентай үстел қойылыпты. Ырғап көріп едім, билеп тұр. Енді байқадым, үлкен бір залды келсін келмесін иттің ұясындай қылып сансыз бөлмелерге бөліпті. Тақтаймен бөлсе бір сәрі, қыртыспен қиюластыра беріпті. Соның керегеге тірелген соңғы қуысы бізге бұйырып тұр. Саңылауларынан әр жағында пәтершілердің қарасы анық көрінеді. Сол сәт арғы беттен сәбидің шырқырап жылаған ащы үні естілді. Қыртыс қабырғаның үстіңгі жағы төбеге бір қарсы жетпей қалыпты да, сол ашық аралыққа небәрі жалғыз ғана шырақ орнатыпты. Арғы жағы мен бергі жағы сол жалғыз шыраққа тәуелді. Егер шырақ сөнсе, екі жақта жарықсыз қалайын деп тұр. Есік жақ қабырға да итеріп қалсаң құлап түсердей қаусап әрең тұр. Бірақ оң жақ қабырға сияқты ашық емес. Сәл де болса жиі шегеленіпті. Опырылған оң жақ тоқал өкшемен еденді ақырын теуіп көріп едім. Ескі төсеніштің шаңы бұрқ етіп балағыма шапшыды. Шамасы бізден бұрын аяқ киімін шешуді білмейтін біреулер тұрған секілді. Қоныс жайлы болсын деген дауысқа жалт қарасам, ақ күмістей ұзын сақалы, кеудесін жапқан қария қарап тұр екен. Қапелімде сасқалақтап қалдым. Бірге болсын ата деппін. Балам, менсінбей тұрсың ау, Ер жігіт бір терінің ішінде неше арып, неше семірет. Біз де жүрміз ғой, деді солқ-солқ етіп күліп. Осы арада қожайын әйел килігіп кетті. Алсаңдар, осы үй бос. 10 000 теңге, қарап тұратын уақыт жоқ. Тез шешіңдер. Келіншегім маған қарады. Мен келіншегіме қарадым. Екеумізде де үн жоқ. Қария күлімсіреп, әй балаларым-ай деп басын шайқап қояды. Аяғым ісіп кетті. Жетім бұрышқа енді бармай-ақ қояйықшы. Өкшем ойылып қалды-ау деймін. Удай ашып тұрғаны. Келістік дедім. Аузымнан осы сөз қалай шыққанын да сезбей қалдым. Артынша елден қалмай, қай жеріміз артық, өзіміз сияқты қазақтар екен ғой деп, осында пәтер жалдап жүрген деп қоям күбірлеп, өзімді өзім жұбатқан болып. Мына үйде бір нәрсе жетіспейді, деді келіншегім. Аналар кеткесін сылқ-сылқ күліп, бір нәрсе жоқ. Бір нәрсе ғана емес, бұл үйде ештеңе жоқ. Бір нәрсе ғана жоқ. Телевизор ма? Жоқ. Айна? Қойшы, айна біздің нектеңіміз. Өзің соқырмысың, көзіңді ашып қарашайшы. Өзің айтшы ал. Кенет жарық сөнді де, үйдің іші қараңғылыққа шома қалды. Ой, жарыққа не болды? Деп едәуір сасқалақтап қалдым. Мен өшірдім, дейді келіншегім сыңғырлап. Жындымысың? Жақ шырақты. Не нәрсе жоқ екен, тапсаң жағам. Бәрде жоқ бұл үйде, ештеңе де жоқ бұл үйде. Әдейі істеп тұрсың ба, әлде соғанда миың жетпей тұрма? Бала қорқат, жарықты жағыңдар деген еркек дауыс шықты. Қыртыс қабырғаның ар жағынан. Терезе жоқ деген әйел дауысы шықты. Қыртыс қабырғаның ар жағынан. Шырақ жанып, жарқ ете қалды. Терезе жоқ дейді? Иә, терезе жоқ, дейді келіншегім. Терезе жоқ деп қарқылдап күлді ермен әйел. Терезесі жоқ үйде болады екен ау. Қырсықтың көкесін жатарда көрдік. Екі адам еркін айналама, айналмайтын қуықтай бөлме. Ермек етерлік дәнене жоқ. Жалғыз шырақты жағып сөндіру құқы бізден бұрын келгендіктен көршімізде болды. Сол себепті жарықты сөндіруге бата алмадық. Ерте ұйықтайын десек, біреу-міреу қыртыстың саңылауынан сығалап тұрған секілденне де тұрады.
киімімізді шешуден арландық. Астымызға бірдеңе салып бүктетіліп жата кетуге еден тым лас екен. Оның үстіне егеу құйрық талап кететін түрі бар. Амалсыз бір төсекке қырымызбен қысылысып жаттық. Мен келіншегіме суық тиіп қалмасын деп түпкірге жаттым. Келіншегім сәл-сәл қозғалып қояды. Тар төсекке сыймай жатқанын сезіп, өзім шет жаққа алмастым. Ұйқы келер емес, жалмауыздың жалғыз көзіндей жарқыраған, шырағы құрғыр көзімді талдырып жіберді. Көршінің жас нәрестесі жағы талмайтын жылауықтың өзі екен. Қарсы бөлмеде жатқан ақсақал күрк-күрк жөтеледі. Оған есік жақтағы құрылысшы жігіттер соғыстырған рюмка сыңғыры, бір-біріне сөз бермей гәукілдеген ащы дауыстары қосылды. Біресе барқырып ән айтқан болады, біресе орысша қазақша араластырып боқтасып қояды. Бөлмелер бөлек-бөлек болғанымен ауасы ортақ екен. Терезенің пайдасын енді білдім. Мүңкіген иіс кеңсірігімді аштып барады. Мұрныма арақтың сасық иісі келді. Оған анда-санда темекінің түтіні қосылады. Сөйтіп жатып ұйықтап кетіппін. Қай мезгіл екен білмеймін, ояна қалсам, терге малшынып жатыр екем. Қайда жатқаным есіме түсіп, көңілім ортайып қалды. Уақыт өткізу үшін тамақтан кейін мұрнымыз тершей отырып, 2 шәугім шай ішкен едік. Сол қысып барады. Еріксіз далаға шығуға тура келді. Сипалап жүріп, жарықтың түймесін әрең тауып, жасқана жақтым. Бір бұрысқа маңдайымды, бір бұрышқа тіземді соғып жүріп, бұлың-бұлың дәлізбен далаға әрең шықтым. Деп кең тыңыстап, рақаттанып қалдым. Дәретхананы үйден едәуір алысқа салыпты. Солай аттай беріп едім, тайыншадай 2 төбет тұра атылды. Өлген жерім осыма деп ойлап үлгергенім жоқ. Тілеуіңді бергір ұйғырғатын, ол екеуін білектей шынжырмен мықтап байлаған екен. Төбеттердің күркіреген даусына арқаланып, малақайдай 5-6 қанден шәуілдеді. Солардан қашып, беті жан дәрменім қалмай дәретханаға бірақ сүңгідім. Қайтарда да иттен қашқан мысықтың күйін кешіп, жүгіріп үйге әрең жеттім. Қандендерден оншалық қорықпадым. Ит үрсе есім шығатын әдетім бар еді. Әсіресе шәуілдеген дауыстан қатты мазасыздандым. Тәтті ұйқы құшағында жатқан жерімнен келіншегім қатты жұлқып оятып жіберді. Үйдің іші тастай қараңғы. Тұр деймін, түс болды, тұр тез, деп есімді шығарды. Сонша неге ерте ояттың? Не күн туытпасыңа? Ертесінесі түс болды. Онда шырақты жақсаңшы. Тоқ жоқ, күндіз өшіріп тастайды екен. Басымды жастықтан жұлып ала салып, далаға жүгіріп шықсам, күн дәл төбеге таяп қапты. Кешке пәтерімізге өте жақын бір досым келді. Бұл біз бас құрап, үй болғалы келген тұңғыш қонақ еді. Сол себепті бір жағынан қуансақ, бір жағынан қатты қысылдық. Сыртқа шай қайнатқалы жатқан келіншегімнің қасына барып едім. Қайнап тұрған еттің көбігін сүзіп жатыр екен. Етті қайдан алдың дедім таңданып. Көрші әйелден қарысқа сұрап алдым. Ұятай, ұялмай-ақ қой. Бірер күннен соң ауылдан ағам келеді. Телефонмен сөйлестім. Ет әкелетінін айтты. Досым 2 адамның арасына есі кеткен түседі деп, қояр да қоймай чабаданның үстіне жайғасты. Келіншегім екеуміз төсекке отырдық. Дастарханның үсті едәуір жайнап кеткен екен. Мен келіншегімнің мұндай тағамдарды қайда сақтап, қайдан әкеле қойғанына таңмын. Табақ толы етті жағалап, енді ауыз тие бергенде қыртыс есікті біреу жұлқып ашты. Қожайын әйел екен, ашулы дүрсе қоя берді. Мынау кім? Қатар атып тұрыстық. Досым еді тәте, сендер жас отауымыз, басқа ешкіміміз жоқ деп едіңдер. Енді 3 болып алыпсыңдар. Мен сендерді білем, көбейіп алыпсыңдар. Үйді қоқсытып жібересіңдер. Түнімен темекі шегесіңдер бұрқылдатып. Қашан шектім?
Темекі шекпеймін демекші болып едім, досым білегімнен тартып қалып, үндеме дегені сыңай танытты. Сізге тамақтан кейін барып түсіндірейін деп отырғам, ақшасын берем ғой. Қадірлеріңді кетіргенше сөйтпейсіңдер ме баяғыда деп есікті тарс еткізіп жапты да бұлқан-тұлқан болып шығып кетті. Досымнан ұялып кірерге жер таппай тұрмын. Келіншегім сыр білдірмегенсіп жымиып күліп қояды. Досым иығымнан қағып жұбатқандай болды. Қожайынға ақша апарып берген кезде бір кеңдеу ескі төсек берді. Досымды соған жатқыздым. Торы салбырап, құйрығы жерге тиді. 3 күннен кейін адам көрге де үйренеді. Біз де қараңғы пәтерге үйірілесе бастадық. Таңертең тастай қараңғы пәтерде шалбарымның қайда тұрғанын, жейдемді қайда ілгенімді, аяқ киімімнің қай жерде жатқанын ойланбай-ақ табатын болдым. Тіпті шалқалап жатқан, беті қиналмай қол соссам болды, қуықтай пәтердің қай жерінде болса да іздеген дүниемді оңай бас салам. Бұл күндері ел ауылдан туысым келетін болды деп қуанса, мен туысым келетін болды деп қорқатын болдым. Әуел десеңіз, дәл мынандай кезде әкем мен шешемнің келуінде қаламайтын едім. Бұл менің жалғыз қорқынышым. Қайнағам келсе қайттым. Ойбай, ұят болдау, қайсы төсекте жатқызам деп сары уайымға салындым. Телефонмен сөйлескенде адресін айтқан соң өзім тауып барамын деген еді. Бір күні кеште ойламаған жерден жаңбырлатып жетіп келмесі бар ма? Лашығымызды көріп шошып кетті. Есіктен төрге дейін көзі шарасынан шыға жаздап үрейлене көз жүгіртті. Шай ішіп отырмыз. Чабаданның мен қозғалған кездегі қаудырлаған даусынан басқа тырс еткен дыбыс шықпайды. Ешкімде үн жоқ. Шай ішіңіз аға деймін қайнағама жалпылдап. Іштей шайды аз ішше екен деп тілеймін. Түзге шығу бұл үйде қиямет екен. Қайнағам байғұс қайдан білсін. Ештеңе ойламастан сораптап отыр. Бір кезде үйдің төбесінен тамшы тама бастады. Отқа қақтаса да тер шықпайтын тандырдай денемді суық тер басты. Себепсіз ыржақтай бердім. Ауылдың әңгімесін сұраған болып сөзге тарттым. Жартып ештеңе айтпады. Әдетте ауыз-аузына жұқпайтын шешеңнің нақ өзі ет. Енді ұртына су толтырып алғандай үнсіз отыр. Тамшының тамғанын пайдаланып, терлеп, жаңбырлатып әкетіп бара жатқан желкемнің терін әкесін танытып отырып сүртіп тастадым. Қайыршыға жел қарсы деп енді дастарханға тамды. Тамған сайын жүрегіме біреу ине пісіп алғандай күй кештім. Қайнағамның ыдысына тамшы тамыза көрме деп Аллахтан іштей тілей бергенім сол-ақ екен. Кесенің дәл қасына тамшысы түскірдің тамып кеткені. Тамыза көрме деп іштей бәйек болып мен отырмын. Әне бір тамшы ернеуін сүртті де өтті. Әне тамып та кетті. Қайнағамның шынындағы шайына маңдайымнан суық тер бұрқ ете қалды. Тер ыстық болушы еді. Осындайда суық тер болады екен-ау деп таңғалам. Басқа шыныға құяйық деп қайнағамның шынысына қолымды соза беріп едім. Ол керек жоқ деп шайды сылқ еткізіп іше салды. Ашуланғаны ма, жоқ бізді ұялтпау үшін солай істеді ме, ол жағын білмедім. Енді қайнағама қарайтын менде де бет жоқ. Бұрын тамшы тамбаушы еді. Не болды екен деп ұялғаннан төбеге қарап едім келіншегім. Біз келгелі жаңбыр бірінші рет жауды ғой деп түйеден түскендей дөңк еткізді. Бетіне жалт қарадым. Қысылғанда менің сөзімді сөйлемегені қалай? Даусында діріл бар. Жүзі бұлт бүркеген күндей күңірене қалыпты. Көзінің үсті домбығып, ұзын кірпіктерінің ұшынан мөлдір тамшы аршығалы тұр.
Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, мен әңгімені осы жерден үзе тұрам. Егер әңгіме қызықтырса, әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, арнадан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып басып қойсаңыз, менің күнде шығарып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Ал әзірге қош, сау болыңыздар.